Так, баршаңызға ассалаумағалейкум. Бүгін біздің дата 9 декабрь. 9 декабрьге біз енді қандай предположение жасаймыз. Қазір біз how used, яғни золотаны анализ жасайтын боламыз. В целом алдыңғы аптада бізде не болуы мүмкін. Енді біз глобальный анализ жасағандықтан бірінші недельный таймфреймнан бастайық. В целом мен мынандай рубрика қатты жүргізбеймін, бірақ та уже бастау керек, сіздерге бір пайдамызды беруге тырысамыз. Так, қараймыз. Бізде недельный таймфреймда қарайтын болсақ, золото бізде өте үлкен рост беріп жатыр, және де ең соңғы пикті қойып кеткен кез, яғни исторический максимум за унция золота $2789 за унция. Ол бізде қай күні болды? Ол бізде 28 октябрь болыпты. Одан кейін бізде разворот алды, яғни мынау разворотный свеча болды. Ары қарай бізде үлкен падение, 2 апта бойы только падение болды. И мына фракталдан кейін біз ары қарай үлкен импульсный рост беріп, и ары қарай қазір құлап жатырмыз. В целом алатын болсақ, бізде past week high и past week low бар мұнда. Яғни past week high, past week low дегеніміз не ол? PVH міне мынау и PVL. Ол дегеніміз өткен аптаның high мен low'ы. Яғни біздің осы апта болып табылса, мысалға айтатын болсақ, онда бұл өткен апта болып табылады, және оның жоғарғы жағы мен төменгі жағы бізде ликвидностьке саналады. В принципе, ол менің ойымша түсінікті. Енді давайте біз дневной таймфреймға кірмес бұрын сіздерге қазір слом көрсетейін. Яғни бізде үлкен таймфреймдарда негізі қатты көп слом ала бермейміз, бірақ та біз қарайтын болсақ, в принципе бізде слом беріп тұр, я золото. Міне, слом беріп тұр. Бұл не деген сөз? Бұл бізде қазір болды разворот, все, құлаймыз деген сөз емес. Енді біз давайте дневной таймфреймға кірейік. Дневной таймфреймда біз не көріп тұрмыз? Так, дневной таймфреймда бізде уже слом мына жерден болып тұр. Тіпті мына жерден де глобально алатын болсақ, в принципе бізде өте үлкен падение болды. Яғни былай қарап көрейікші, қанша пипске біз құладық? 25325 пипске біз құлаппыз. В принципе бұл өте үлкен падениеге саналады. И ары қарай бізде үлкен рост берді, и мына жерде бізде мысалы өте жақсы ликвидность сақталып қалды. Мұнда ликвидность сақталып қалды, және де мұнау біздің past week low бар. Past week low'ды давайте мы отметим. PVL. Все, отметили. И PVH тоже отметим. Біз сіздердің көздеріңізше в целом анализ жасап жатырмыз. И өздеріңіз осыны қарап көрсеңіздер болады ары қарай. И біздің соңғы апта, яғни өткен аптамыз тек қана боковикпен өтті. Яғни қарап тұрсаңыздар, үлкен импульсный движение болған жоқ. Мысалы, мына апталармен салыстырайық, бізде импульсный движение өте көп болды, өте агрессивный движениялар болды, ал өткен аптада уже жоқ. Неге десеңіздер, бізде уже скоро жаңа жыл, алла қаласа осы жаңа жыл болатын кезде, жаңа жылдың алдында және одан кейін бізде в принципе постоянно рынокта волатильность азаяды. Көбісі өздерінің позицияларын распродавать етіп, рыноктан пока что шығады. Немесе вообще ақшаларын бәрін алып тастайды. Так, енді қарайық, не болып жатыр бізде? Дневной таймфреймда бізде жақсы ликвидностьтар бар. Міне мына жерде бар, міне мында бар ликвидностьтар, және де қазір біз 4 сағаттық таймфреймға кіріп, более точно түсіндіріп кетейік, қалай біз нені көріп тұрғанымызды. Так, мен мұнда қазір қоса салайын индикаторды. Так, енді достар қараймыз. Бізде мына жерде осындай бос берді слом структуры. Бізде мұнда PVH бар, міне уже нельзя отмечать. И в принципе қарап көретін болсақ, бізде мына жерде өте мықты ликвидность жатыр. Яғни мынаның барлығы бізде ликвидность. Өте мықты пул ликвидности. И бұл ликвидностьтарды біз обязательно аламыз. И енді біз қарай дневной таймфреймға қайтадан кірейік. Историяға бір көзімізді салып көрейік. Яғни бізде мына жерде слом болды. Көріп тұрсыздар, міне слом, мына локальный, мына глобальный. И ары қарай бізде уже рост пайда болды. И рост бізде неден пайда болды? Рост бізде мына имбаланстан пайда болды. Так. Вот көріп тұрғандарыңыздай, осы имбаланстан міне мына жерде тиіп кетті. И ары қарай мына жерде тоже имбаланс бізде жақсы реакция берді. В принципе, дневной таймфреймда тура осындай ұқсас движение бар. Яғни міне мұнда келіп тұр, рост берді, разворот болды. Тура өткен аптадағыдай бізде кішігірім
боковик болып, боковиктан кейін бізде кішігірім рост берді, и росттан кейін ары қарай үлкен падение болды. Үлкен падениеден кейін бізде боковикпен өте медленно өстік. Өте медленно өскеннен кейін бір импульс беріп, одан кейін импульсына құлап, мына жақтағы кейбір ликвидностьтардың бәрін шешіп алдық. Мысалы, мына ликвидностьтардың бәрін шешіп алдық. Ары қарай бізде уже рост басталып кетті. В целом золотаның жақсы жері ол бізде ордер флоуға жақсы беріледі. Яғни мысалы бізде восходящий ордер флоу болса, ол восходящий ордер флоумен жүреді. Постоянно осылай, яғни өзінің трендін ешқашан сатып кетпейді. Любой момент просто так разворот ала салмайды. Енді біз сол үшін де ары қарай золотаның өсетініне в принципе сенеміз, бірақ та біз қазір глобально емес, локально, яғни келесі аптасы в целом осы декабрь айына примерно анализ жасап тұрғандықтан өйтіп қатты глобально қарамайық. Так, енді қазір біз не көріп тұрмыз? Бізде қазір именно осындай движение бар. Так, енді достар, қарайық в целом. Дневной таймфреймға кіреміз. Дневной таймфреймда бізде мұнда өте жақсы имбаланс бар. Имбалансқа негізінде золото өте жақсы беріледі, өйткені рынок в целом ликвидностьтан ликвидностьқа және имбаланстан имбалансқа жүреді. Мұнда бізде көрдіңіздер ме, кішігірім тиіп, біздің имбалансқа ары қарай кішігірім жоғары кетіп бара жатыр. И біз не күтетін боламыз, мен сіздерге соны айтып берейін. Қазір 4 сағаттық таймфреймға кіреміз. 4 сағаттық таймфреймда бізде локально именно осы 4 сағаттық таймфреймде мынандай ликвидность, мынау өте мощный ликвидность, яғни мынаны жоғарғы жағы Азия хай, Нью-Йорктың хайы бар, тағы Азияның хайы бар. В целом өте көп ликвидность. И менің предположением бойынша біз енді обязательно гэппен ашыламыз. Гэп дегеніміз енді қалай айтсам болады сіздерге. Рынок мысалы мына жерде жабылатын болса, мына жерде ашылады деген сөз. В принципе бізде осы гэп, яғни сіздер өте көп көрген шығарсыздар, енді гэптің не екенін біледі деген ойдамын. И гэпті тоже біз жабуға тырысамыз, ол кішігірім бір имбаланстың сәл басқаша түрі. Былайша айтқанда синонимі десек те болады. Так, енді бізде предположение қандай? 4 сағаттық таймфреймда именно біз кішігірім гэппен ашыламыз, яғни мында жабылдық па, мына жерде примерно ашыламыз. И мына ликвидностьтарды жинап, мына ПВЛ-ді аламыз. И имбаланстан ары қарай жоғары кетуіміз мүмкін. Ол бізде бірінші предположение. И екінші предположениеміз қандай? Бізде тоже мына жерден примерно гэппен ашыламыз, как раз Азия лоу бар. Азия лоудан кейін бізде ПВЛ бар. ПВЛ алғаннан кейін имбаланстың примерно ортасына кеп, именно мына зонадан біз жоғары барып, осы ликвидностьті шешуімізге вообще көп мүмкіндік қазір бар. В принципе, біз локально алатын болса, келесі аптада, яғни осы аптада ала қаласа, бізде именно осындай предположение, в принципе, золотадан осы